Сондықтан кигіз үйдің ағашын жалпы талдан, ақ талдан, қара талдан және жүгерінің ағаштарынан жасайды, ал шаңырағын қайыңнан жасайды. Басқа бөлшектерін қайыңнан жасамайды. Неге десе, қайың өте киелі, жалпы қайыңның киесі болғандықтан оны тек қана шаңырақ жасайды. Біз айтамыз, шаңырақ өте киелі деп. Шаңырақтың киелілігі сол қайыңнан жасалудан басталады. Одан кейінгі кигіз үйдегі бір шаңырақтан кейінгі киелі дүние бақан. Ол бақанның өзін біз қайыңнан жасаймыз. Өйткені ол шаңырақты көтеріп тұрады, ешқашан шаңырақты құлатып, сындырып алмау керек. Сондықтан бақанның өзі киелі. Мысалы, біздің ағаларымыз айтатын, орманға барып, біз жаңағы шаңырақтың бақанның ағашын іздеп жүрген кезде ешқашан айтпайды екен, біз бақанға ағаш іздеп жүрмін, шаңыраққа ағаш іздеп жүрмін деп. Өйтіп айтатын болса, оған ыңғайлы ағаштар жасырынып қалады екен. Сондықтан бура іздеп жүрмін деп айтады екен. Бура іздеп жүрмін деген кезде жергілікті халық оны түсінеді екен де, содан кейін бір-біріне соны арқылы ғана көрсетеді екен. Ешқашан қолымен де сұқса-сұқпен де көрсетпейді екен. Оның бір сондай бір халықтың арасында сондай қасиетті киелері бар екен.